Міне қамырды үстіп салып қойдым. Уже уақытысы келді. Қазір созамын. Мынау лагманға дайындап қойған пісіретін қуырдағына салатын мынау қызыл қалампыр, көк жасыл қалампыр, ішінде ашты қалампыр бар. Мына дүнгандар бисай дейді. Қытайдың дүнганның капустасы. Мынау соның жұқарық жапырақ жері. Мынау пияз, мынау чеснок, мынау ет. Ал енді сельдерейді жапырақтары болған жоқ. Мынандай тамырын, мынандай саламын. Бұл денсаулыққа да өте пайдалы. Лагманның өзінше бір ерекше дәмін кіргізеді. Сол достар, кешкі ауыз ашырға дайындалып, ниет қылып жасап жатқан тағамдарың бойларыңа сіңіп, жақсы көңіл күйде жеңіздер, ішіңіздер. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Бір-бірімізге тілектес болып, тілеулес болып жүрейік. Әмсе аман болыңдар. Ораза ниеттерің қасиетті Рамазандағы қабыл болсын, достар. Аман болып тұрыңыздар, баршаларыңыз. Мен сізге сәттеп лагман сөз қылып кеттім.